Қазақ тілінде, ғажап тілінде, атың озған азат күніңде. Ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде. Қазақты бірге, қазақтығың қазақ тіліңде, ғажап дініңде. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Мейлі қазақ бақ шауып тұрсын, бап шауып тұрсын, ханшайымдар хат салып тұрсын. Өз тіліңді құрметтемесең, сүйегіне бабаларымның дақ салып тұрсын. Қазақ болсаң тілің кеудеңде патшалық құрсын. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі. Қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Елімізге енгізілген төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан оқытуды қолға алдық. Әрине, кез келген жаңа істің өз қиындығы болады. Қиындықты одан қашу арқылы емес, күресу арқылы жеңеміз. Қай заманда да ұстаздар қауымы жаңалықтың жаршысы болған. Ендігі кезекте шәкірттерді қашықтықтан оқытуға барымызды салуға тиіспіз. Шәкірт тағдырына, ел болашағына бей-жай қарамайтын ұстаздар қауымының бұл қиындықты да еңсеретініне кәміл сенімдімін. Өйткені біз ұстаздар мықтылардың мықтысымыз. Құрметті әріптестер, бұл қиындықтан ынтымағы жарасқан ұжым ретінде бірлесе шығамыз деп сенемін. Кемел келешегіміздің тірегі. Ал сол оқушыларымызды қандай қиын жағдайда болсақ та біліммен қаруландыру біздің міндетіміз. Осы орайда 9 желтоқсан мен 15 желтоқсан аралығында Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына орай «Ел бүгіншіл менікі, ертеңгі үшін» атты қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің апталығы өткелі отыр. Әріптестерге сәттілік, бізбен бірге көрермен болыңыздар.